Қарасайдың ходит много кое где. жоқ, Қарасайға бардық қой, жиналып өзіміз. Әкімшілікке бардық. Олар архитектурға өзі де айтты, иә, біздер ол шешіп жатырмық. Мына жақта деген мектеп салынады деді. Ұнамаса ауыстырамыз деді. Қаяққа ауыстыратынын өздері білмейді. Қаяққа салынатын дүние білмейді өздері. Енді ел салып жатыр. Ол бізде бір жаулап салып жатқан жоқпыз. Өзіміз сатып алып жатырмық. Оған незаконно емес, бәрінде Заң аясында бәрі. Бәрі түгелде құжаттар бар, иә. Оның ішінде жоқ, ешкім асырып жатқан жоқ нәрсесін. Елде үкіметтің никакой не жоқ. Көмек жоқ. Еш нәрсе көмек жоқ. Свет тастатқан жоқ. И қыста қалай жамырып болады, қатты жел болады, свет айырылып қалады. Болды, содан кейін қыста вообще газ айырылып қалса деген болды ғой, светтің қататты кетеді бүкіл үйдің бәрі деген. Өте деген нашар бұның жақтың нәрсесі деген, светінің болса, келіп бір кешесе светке де пәленбай миллион дейді ау. Ол елдің қандай миллиондаған дүниесі бар ма? Вода на миллион вышла. Миллион, то есть одна скважина 18 метров, вторая скважина 750 тысяч. Вот и, пожалуйста, миллион мы отдали за воду. Адам деген кішкентай времянкада салып жатыр. Қолдарында қанша күші бар өзінің деген қаражат бар, жайлап салып жатыр. Ал оны бәрі өйтіп деген ойбай салатын болса деген көрсетіп бәрі салмай ма деген өздері деген. Қолына не келеді? Светін тартып жатыр, курсын алып жатыр. Суды курсын алып жатыр бірдеңе. Қолдарына келгенше істеп жатыр. 200 тысяч еще за фильтры я отдала, чтобы нам фильтровалась вода. 200 тысяч. Тастаудан мүмкін, өйткені трансформатор көтермейді деп. Өйткені олар отдельно ғой Жоқ, трансформатор. мында жақтікі, мына ана жақ, вообще, ана көше бар ғой, салынып тұрған ана көше, ол деген бөлек. Олардікі вообще слабый, тоқтар деген. Перфоратормен чайник қойсаң болды, өшет тағалады, болды, бітті. Мұнаған Құдайға шүкір барға. 200-ден 190-нан түспейді әйтеуір, Құдайға шүкір, 200-ге барып тұрады.